Халқымыз әзелден құшылық пенен шұғыланып келеді. Әсіресе тауық бағу көпшілік заманласларымызға үрдіс болған. Үй шараятында экологиялық таза өнімді өз қолларың менен жетістіріп алғанға не жетсін. Сылтау ізлегенге бәне көп дейді дана халқымыз. Пайтақтымыздағы тыншылық мәкән бұқаралар жиыны тұрғыны Муса Ещанов үйінде бекар отырып қалмады. Минет сүйгішлігі, әрекетшеңдігі менен кішкене бұл майданда құшылықты рауажландыруды кеуліне түйді. Тез өсіп рауажланушы ақ тауықлардың шөжелері менен бұл талабын баслағанына да бір жылдан артық уақыт болды. Талаплыған нұр жауар дегеніндей, міне, жығырмалаған шөже менен басланған талабы алға өрлеп, бүгін тауықлардың бас саны 200-ге жетті. Мен құшылықпен өткен жыл марттан бастағанмын. Шөжелерді алып, 50 қораз, 20 мәкен алғанмын. Сөйтіп соны бағып, мінекей мына қоразларым кейінен сентябрьге қарай мына қара тауық жақсы, етту көшке жақсы деді. Ірі не болады, міне көріп тұрғансы ірі мына. Көшлі болады екен, мәкелерім туып бастап атып барлығы. Әйтеу жаман емес. Сентябрь айында алып бақтым, мінекей 6 айдан өтіп атыпты. Мынахан қораз болып атыпты, мінекей мынау. Мәкелер туып бастап атыпты. Құдайға шүкір. Мынаның өзі қазір бұл 4 жылдай береді. Бұл енді айтуына қарағанда жақсылап баға берсең, жасына қарап үлкейеді да бұл титауықтай болып, титауығын жаңағы баққан сайын семіреді дейді, сондай бұл 5-6 жылға шейін беретін тауық екен. Көшілі жақсы. Әр мәкен күніге бір 15-тей мәкені бар мынаның да. 5-тей қоразы бар. Мәкелер өз алдына бағаман. Сөйтіп керегін қосаман да негізінде, бәрін бірге қоса берсең болмайды екен. 30 мәйек шығады күніге. Болады әйтеуір қарап жатқаннан ермек болады. Өзім группада нафақ адама әйтеуір жаман емес болады. Тауық жем беремен, суына қарайман, дән беремен дегенде әйтеуір қызық бұлан. Өсірсең әйтеуір өзің үшін қызығып, азына ерте тұрасың, қарап тұрсаң өзіңе денсаулығыңа бір физика шынығу есабы. Қора соғып қойыппын, далаға шығармаймын, тек азыр күн суық болғанда далда бағыппын. Бұл ертең бәрде сет қораларым бар, мінекей жоғарып тұрған. Соларды шығармай суын, дәнін соның ішінде беремін. Бұл микроб келеді екен да, шымшықтан, құмыры кетпейді, бұның суын жемі жейді екен. Көбіне содан келеді екен. Еш ауыртқаным жоқ. Бірақ дәрілерін беремін, күзді бәрі уколы бар салатығын. Кейін жаңағы шомылдырамыз бұны. Өзінің витаминдері бар. Жем жағына келсек, енді жемі мәкке, бидай, жуері, кеше жақында бір не шықты бір. Кепектің бір жақсы қиыл, ішінде түрлі витаминдері бар. Соны әкеп беремін. Дәрімат жаман емес болады. Ауыстыған сатамыз. Жақында хакім жәрдемшісіне 10 миллион кредит берді. Соны алдық. Сөйтіп соған енді бір қора алып, шөже көбейттіре жақын. Адам үйді қарап отыра берсе болмайды екен. Со епілеп қимылдап не қылсаң, мына әрекет етсең, әрекетке берекет дейді ғой. Сонда әйтеуір баққаның минетін береді. Негізінде құшылықты рауажландырып, жоғары өнім алу үшін да тазалыққа айрықша этибар берілуі керек. Жарықлық түсіп тұратығын кетекілерде бағылып, өз уақытында сапалы азықлық өнімдер беріліп тұруы зәрүр. Осы орында қызықлы бір мағлумат. Айрым тауықлар жылына 220-250-ге шекем мәйек беруі мүмкін. Сондай тауықлар бар. Жылына 356 мәйек алынады. Тауықлар орташа 10-12 жыл жасап, сол дәуір ішінде инсаниятты мәйек һәм көші менен тәмелейді. Міне бұны інабатқа алған заманласымыз аз ғана қарежет пенен үй шараятында құшылықты рауажландыруға бел байлады. Бұның арқасында тұрақлы дәрамат дәрегіне ие болды.